Сәлем, қымбатты туған алтын әрі сүйікті тоқтыларым, амансыздар ма? Ендеше маусым айына арналған жұлдыз жорамалға келейік. 26 жылдың маусымы бізге не әкеледі? Сонымен үш баяу қозғалатын планета арасындағы үшбұрыш жалғасып жатыр. Бұл байланыс бүкіл ай бойы Плутон, Нептун және Уран арасында сақталады. Бұлар өте ауыр әрі қуатты планеталар. Баяу қозғалады. Уран сіздердің үшінші үйлеріңізде орналасқан. Бұл коммуникация, қарым-қатынас, таныстықтар үйі. Сіздерді кімдер қоршап жүр, қандай адамдар ортаңызда бар? Плутон 11-ші үйде, достар үйінде. Бұл қоғам, достар, сіздермен бірге жүрген адамдар, немесе сіз бір орта болып жүрген ұжым. Ал Нептун бірінші үйде, өз белгілеріңізде орналасқан. Бірінші үй өздеріңіз. Демек, сіздердің орталарыңыз өзгеріп жатыр. Бұл баяу, бірақ сенімді түрде жүруде, бәрі де бір үлкен бір механизм сияқты қозғалып кеткен. Енді оны тоқтату мүмкін емес. Бұл өзгерістер сіздердің достарыңызды, айналаңызды, таныстарыңызды кіммен және қалай араласатыныңызды өзгертеді. Ал осының бәрі өздеріңізді де өзгертеді. Бұл өте күшті кезең. Бірнеше айдан кейін өздеріңіз таңғаласыздар. Жаңа адамдар өміріме қалай кіріп келді, ал бұрынғылар қалай алыстап кетті деп адамдар сіздерге сен өзгеріп кетіпсің деп айта бастайды. 31 мамырда, мамырдың соңғы күні толық ай болады. Оның әсері кем дегенде маусымның алғашқы аптасына, мүмкін тіпті алғашқы 2 аптасына дейін созылады. Бұл толық ай жұлдыз жорамалыңыздың 9-шы үйінде болады. 9-шы үй саяхаттар, шетелдіктермен байланысты нәрселер, таныстықтар үйі. Бұл толық ай сіздердің сенімдеріңізді, көзқарастарыңызды, идеяларыңызды, армандарыңызды айқындайды. 9-шы үй арман үйі. Сіздер неге қол жеткізгілеріңіз келеді? Мүмкін сапарға шығу армандарыңыз бар шығар. Мүмкін виза, шетел төлқұжаты, немесе қандай да бір құжаттар алу мәселелері болар. Мүмкін басқа ұлттан немесе басқа мәдениеттен шыққан адаммен танысу болады. Немесе бұл оқу, жаңа білім алу, жаңа әсерлер мен ақпарат алу болуы мүмкін. Көзқарасымызды кеңейтіп, ойымызға жаңа идея беретін барлық нәрсе осы кезеңде маңызды рөл атқаратын болады. Бұл сіздер үшін өте маңызды әрі қызықты толық ай болады. Тіпті көшу де болуы мүмкін. Әрине, ұстазбен кездесу, оқу, дәрістер, вебинарлар өткізу ықтимал. Жаңа ақпаратқа байланысты нәрселер болуы мүмкін. Мүмкін бір нәрсе жариялайсыздар, кітап, мақала, сайт немесе баспа ісімен байланысты басқа дүниелер. 2 маусымда Меркурий сіздің жорамалыңыздың 4-ші үйіне кіреді. Меркурий келгенде үйге қонақ келуі де мүмкін. Ал 4-ші үй бұл отбасы, бірге тұратын адамдар. Сондықтан бұл жылжымайтын мүлікке байланысты ақпарат болуы мүмкін. Мысалы, көшесіздер, біреу сіздердің үйлеріңізге келіп тұрады, немесе үйге байланысты бір нәрсе сатып аласыздар. Мүмкін жөндеу басталады, немесе үйге қатысты құжаттар аласыздар. Нотариуста келісім жасалуы да мүмкін. Тұрғылықты жерге қатысты құжаттар рәсімделуі мүмкін. Немесе пәтер жалдау келісім шартына қол қоюы да ықтимал. Қысқасы, 2 маусымнан бастап үйге, отбасыға және тұратын жерге қатысты мәселелер белсенді болады. 8 мен 10 маусым аралығы ерекше тамаша кезең болады. Бұл да сіздердің 4-ші үйлеріңізде өтеді. Венера Юпитермен қосылады. 4-ші үй отбасы үй, тұрғылықты жер. Венера кішкентай бақыт планетасы, ал Юпитер үлкен бақыт планетасы. Яғни, 2 бақыт бір жерде қосылып тұр. Венера ақша мен сыйлықтардың планетасы, ал Юпитер үлкен молшылық пен тілектердің орындалуының символы. Бұл керемет қосылыс. Мүмкін отбасыларыңызда бала дүниеге келер, мүмкін үйлену тойы болар, немесе армандаған пәтерді не үйді сатып аласыздар. Ата-аналарыңыздың өмірінде де қуанышты оқиға болуы мүмкін. Өйткені 4-ші үй ата-аналармен де байланысты. Мүмкін азаматтық аласыздар. Белгілі бір елге тиесілі болуы да 4-ші үйге жатады. Мүмкін
үйде үлкен мереке болады, немесе бизнес ашасыздар. Кейде дүкеніміз немесе салонымызда біз үшін үй сияқты сезіледі деген сондай сенім болуы да мүмкін. Қалай болғанда да бұл күндер шынымен керемет болады. Сіздерде не болатыны өте қызық. Мүмкін үйге арналған сыйлық аласыздар. 14 маусымда Венера жұлдыз жорамалыңыздың 5-ші үйіне кіреді, ал 5-ші үй махаббат үйі. Ал Венера махаббат планетасы. Бұл керемет емес пе? Венера бізге ұнайтын әдемі, үйлесімді әрі жағымды нәрселердің бәрі. Дәм, иіс, сұлулық, рахат бәрі осы планетамен байланысты. Ал 5-ші үй қуаныш пен ләззат үйі. Сондықтан 14 маусымнан бастап өмірлеріңізде қуаныш пен рахат одан сайын көбейеді. Мүмкін демалысқа шығасыздар, мүмкін сыйлық аласыздар, мүмкін кездесу, махаббат немесе жаңа таныстық болады. 5-ші үй балаларға да қатысты. Сондықтан балаларға байланысты жақсы жаңалықтар болуы мүмкін. Тағы да бір мағынасы хобби. Мүмкін сіздерді қатты шабыттандыратын бір іспен айланыса бастайсыз. Бұл сіздерді толтырып, қуаттандыратын уақыт өткізу тәсіліне айналады. 14 маусымнан бастап 10 шілдеге дейін Венера 5-ші үйде болады. Бұл тамаша кезең. 15 маусымда жаңа ай болады. Ол 3-ші үйде өтеді. 3-ші үйде қазір Уран орналасқан. Бұл коммуникация, таныстықтар, көлік және сапарлар секторы. Мүмкін жаңа көлік аласыздар, немесе сапарға шығасыздар, билеттер алып сатып алуыңыз да мүмкін. Бұл туыстармен де байланысты. Бауырлар, жиендер туралы жаңалықтар болуы да ықтимал. Құжаттар рәсімдеу мәселелері де көтеріледі. Көршілерге де қатысты өзгерістер болуы мүмкін. Жаңа көршілер пайда болуы да ықтимал. Бұл қарым-қатынас пен сөйлесу стилі. Мүмкін жаңа достар тауып, жаңа ортаға қосыласыздар. Оқуға барып, сол жерде пікірлес адамдармен танысуыңыз да мүмкін. 3-ші үй жаңа нәрсені бастауға деген батылдық, жаңа дағды, жаңа бизнес, жаңа әрекеттер. 22 маусымда күн 4-ші үйге кіреді. Сонымен шынымен де 4-ші үй маусымда өте белсенді болады. Онда Меркурий де, Венера да, Юпитер де енді күн де жиналады. Бұл отбасы қолдауының үйдің негіздің секторы. Маусым айында үйге жылжымайтын мүлікке және отбасыға қатысты мәселелер шешіледі. 29 маусымда Марс 3-ші үйге кіреді, дәл жаңа ай болған жерде. Марс онда 12 тамызға дейін болады, яғни 2 айдан астам уақыт Марс энергия әрекетін назарымызды бағыттайтын күш. Ал 3-ші үй коммуникация, келіссөздер, сапарлар, көлік және туыстар. Біреулер туыстарына көп уақыт пен энергия жұмсайтын шығар. Біреулер жиі жолға шығады, кейбіреулер жаңа көлік таңдайды, сатып алады немесе жөндейді. Басқалары жаңа бизнес бастайды немесе оқуға кіріседі. Құжаттар рәсімдеу, қоңыраулар, кездесулер, хаттар, сөйлесулер бәрі көбейеді. Бұл кезең маусымнан бастап тамыздың ортасына дейін жалғасады. Мүмкін 2 айға бір жаққа кетіп қалатын шығарсыздар. Мысалы, жұмысқа байланысты сапар болуы да ықтимал. 29 маусымда тағы да бір маңызды оқиға толғай. Ол сіздердің 10-шы үйлеріңізде болады. 10-шы үй жетістік, мақсат, мансап, қоғамдағы мәртебе үйі. Бұл толғай сіздердің қай бағытта бара жатқаныңызды немесе қандай нәтижеге жеткендеріңізді көрсетеді. Өйткені толғай жиі нәтиже береді. Мүмкін мансапқа байланысты жауап аласыздар. Бұл әкемен де байланысты жағдай болуы мүмкін. Себебі 10-шы үй ата-аналармен де байланысты. Қалай болғанда да жұмыс пен мансапқа қатысты бір нәрсе анықталып, түсінікті болады. 29 маусымнан 23 шілдеге дейін Меркурий ретроградты болады. Сондықтан да жаңа нәрсе бастау үшін ең жақсы уақыт маусымның алғашқы 2 аптасы. Өйткені маусымның ортасынан бастап Меркурий баяулай бастайды. Ал 29 маусымда толығай
кері қозғалысқа өтеді. Ретро Меркурий кезінде маңызды құжаттарға қол қою, жаңа бастама жасау, жоспарлы операциялар, қымбат заттар сатып алу ұсынылмайды. Әсіресе жылжымайтын мүлік пен көлік сатып алуға абай болған жөн. Өйткені нәтиже күткендегідей болмауы мүмкін. Меркурийдің баяулауы 13 маусымнан басталады. Сондықтан егер бірдеңе сатып алғыңыз келсе, операция жасатқыңыз келсе, немесе сұлулық процедураларын жоспарласаңыздар, оны 1 мен 16 маусым аралығында жасап үлгерген дұрыс. Кейінге қалдырмаған жөн. Ал енді тағы да не бар? Сатурн мен Нептун әлі де сіздердің белгілеріңізде, бірінші үйлеріңізде орналасқан. Сатурн жауапкершілік, тәртіп, ересектік пен байыптылық планетасы. Ол маусым айында айы немесе асценденті тоқтының 12 мен 14 градусында тұрғандарға немесе туған күні 2 мен 4 сәуір аралығында келетіндерге ерекше әсер етеді. Ал Нептун шабыттың, сенімнің және шексіз махаббаттың планетасы. Бірақ оның басқа да жағы бар. Тұмандық, адасу, көңілсіздік сезімі. Қазір Нептун 4 градуста тұр. Сондықтан да егер сіздердің айларыңыз немесе асценденттеріңіз тоқтының 4 градусында болса, Нептун әсер етеді. Бұл әсер махаббат, шабыт және шығармашылық ретінде көрінсін деп тілеймін. Немесе егер туған күніңіз 25 наурыз болса, Нептун сіздердің күндеріңізге де әсер етеді. Бұл шабыт үшін өте жақсы кезең. Ең бастысы Нептунның төмен энергияларына, яғни көңіл қалу мен жоғалғандай сезімдерге берілмеу. Естеріңізде болсын, туннельдің соңында әрқашанда жарық бар. Сондықтан өз жолдарыңыздың дұрыс екеніне және жоғары күштердің жарығы сіздерді жетелеп келе жатқанына сеніңіздер. Нептун үміт планетасы да. Сондықтан да бәріміз алда өте жақсы нәрсе күтеміз. Қымбатты тоқтыларым, маусым айларыңыз керемет өтсін. Сау болыңыздар.